بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Құрметті жамағат, бауырлар, Алла тағала бүгінгі мынау мәжіліс сұхбатымызға береке берсін, өзінің құзырында мақталған, періштелері қоршаған рахмына бөленген мәжіліс сұхбаттардан етсін. Әрине біздің сәрсенбілік мәжілісіміз, сұхбатымыз Алла тағаланың кәлемінің аясында бүгін келесі кезекті аят Бақара сүресінің 231 аяты. Allah Ta'ala былай дейді: Астаизу биллахи минаш шайтанир раджим. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Аят сәл ұзақтау аят, бірақ барынша бүгін қамтуға тырысамыз. Аят енді алдыңғы аяттарда Алла тағала жалпы мынау әйелді босатудың жағдайын, сонымен қатар оның үкімдерін, жалпы әйелді босату, яғни талақ ету мәселесін жалпылама айтып таныстырған болса, оның жағдайларын бізге шарықтаған болса, енді момын мұсылмандарға Алла тағала бұл іс егер орын алса қалай болады? Орын алғаннан кейін момын мұсылман ары қарай қалай қимылдау керек, қандай амалдарды жасау керек, неге міндетті, соны түсіндіріп жатыр. Айтады: егер сендер әйелдеріңді босатқан болсаңдар, сонымен олардың жаңағы күтетін мерзімі жақындаса, мерзімі егер болған болса, олар сол мерзіміне дейін отырған болса, күтіп, яғни айдасын, онда сендер жақсылықпен ұстап қалыңдар дейді. Немесе ізгілікпен босатыңдар. Әмір етіп тұр Алла тағала. Оларға зиян тигізу үшін ұстап отырмаңдар. Яғни оларға белгілі бір деңгейде кесірлеріңді тигізу үшін оларды ұстап қинап отырмаңдар. Неге? Осылайша сендер шектен шығып кетесіңдер, солай жасасаңдар. Кімде-кім осылай жасайтын болса, оларға зиянын тигізіп ұстап отыратын болса, зұлымдықпен, онда ол өзіне зұлымдық жасаған болады. Сендер Алла тағаланың аяттарын мазақ етпеңдер, келеке қылмаңдар. Яғни оған несерьезно қарамаңдар деп. Және Алла тағаланың сендерге деген нығметін әрдайым естеріңде ұстаңдар. Алла тағала кітаптан, сүннеттен сендерді уағыздау үшін нені түсірді, соны ұмытпаңдар. Аллаға тақуалық етіңдер, біліңдер, Алла тағала әрбір нәрсені біледі. Естеріңде болсын, Алла тағаланың барлық нәрседен хабары бар деп аятта Алла тағала аяқтайды. Бұл енді аяттың болса да қысқаша мағынасы. Демек, момын мұсылман осы қадамға барды. Барғаннан кейін әйелі, яғни оның жұбайы болса да мерзімін күтеді. Бұл жерде біз өткенде үшінші мәселені, үшінші босату жөнінде де айтқан, түсіндірген болатынбыз. Сендер жақсылықпен ұстап қалыңдар деді ме? Демек, бұл бірінші, екінші босатудағы жағдай. Бірінші, екінші босатуда Алла тағала айтып жатыр. Үшінші емес. Үшіншіде болды, қайтаруға оның мүмкіндігі жоқ. Өткендегі біз айтып өткен шартпен ғана.
Демек, солай болды ма? Сендер қайтаруға мүмкіндіктерің бар ма? Айдасы, яғни мерзімі келмей тұрып, онда жақсылықпен қайтарыңдар. Маруф деген не ол? Белгілі нәрсе. Маруф. Белгілі нәрсе кімдер үшін? Жалпы адамдар үшін. Бұл жерде сендер жақсылықпен қайтарыңдар, және белгілі жағдаймен қайтарыңдар деген сөз. Урф деген, ғұрып дейміз ғой біз. Осы арофа деген сөзден шыққан. Урф. Ғұрып деген сөз қазақта. Яғни ол білді деген сөз. Білді, білінді деген мағынаны білдіреді. Неге яум арофа? Яғни арапа деп аталады, айттан бір күн алдын. Себебі бұл да арофа сөзінен шығып тұр. Себебі Ибрахим алейхиссалам сол күні баласын құрбандыққа шалу керек екендігін анық білген күн. Болды. Ешқандай күмән жоқ. Ибрахим алейхиссаламға анық уахи келді, білді, болды, тоқтады. Сондықтан айтты, құрбан айттан бір күн алдын, құрбандық шалудан бір күн алдыңғы күн бізде арафа деп аталады. Ал енді ғұрыптың урф деп аталуының себебі осы білу деген, білім деген сөзден шығып тұр. Марифа дегенде ол білім деген сөз. Себебі ол қоғамда барлығы білетін, кеңінен тараған адамдар үшін белгілі игі іс. Сондықтан ол ғұрып деп аталады. Адамдар үшін белгілі. Барлығы оны біледі. Барлығына ол жағымды, танымал, хайырлы, игі іс белгілі болған. Сондықтан оны арап тілінде урф дейді. Ал қазақша біз оны ғұрып дейміз. Әдет, ғұрып. Әдет дегенде арабтың сөзінен шығып тұр. Ада деген сөз. Біз олай кесекте, бұлай кесекте жалпы исламмен өмір сүріп келе жатқаннан кейін ғасырлар бойына, 12 ғасырдан бері мұсылман бол. Біріншіден. Екіншіден, біз осы ислам арқылы араб тілімен тығыз байланыста, Құранмен тығыз байланыста болғаннан кейін біз мынау арабтың сөздерінен ешқайда қашып құтыла алмаймыз. Араб құлдар, сендер арабшаны барлық жерге тығып атсыңдар деген кісілердің өздерінің, былай мен қараймын, Фейсбукта болсын, болмаса басқа, фамилиясы, немесе аты, немесе әкесінің аты арабша ғой. Мүмкін емес, одан құтыла алмайды ешқандай. Шын мәнінде солай. Себебі неге? Себебі біз 12 ғасырдан бері осы дінмен, осы мәдениетпен біте қайнасып өмір сүріп келе жатырмыз. Мүмкін емес ол. Өмір деген сөздің өзі умр деген арабтың сөзінен шыққан. Омар деген атымыз Омар деген, яғни өміршең болсын деген ниетпен осы умр деген сөзден шығарып Омар деп қойған. Омар. Сондықтан мүлдем мүмкін емес бізді жалпы ислам мәдениетінен мұсылманшылықтан бөліп қарастыру. Қазақтың ғұрпында, тілінде, мәдениетінде, тарихында ол мүмкін емес ол. Ол мүмкін емес. Оны ажыратып қарауға тырысты, арабша кітаптардың бәрін жойды, молдалардың барлығын зынданға тастады, қудалады, 70 жыл бойына әрекетін жасады. Кім? Совет өкіметі. Яғни Совет өкіметі секілді тарихта мынау бізді дінімізден, исламнан, мұсылманшылығымыздан ажыратуға ешқандай басқа ешбір жүйе қазірге дейін әрекет жасаған жоқ. Солай кәдімгі қудалап тырысқан жоқ. Соның өзінде оларға Алла Тағала оны нәсіп етпеді. Яғни олардың қолынан келмеді ол. Мен ойлаймын, басқалардың да қолынан келмейді. Фейсбуктағы анау мынау үріп атқандардың ешқайсының қолынан келмейді ол. Үре берсін, үре беріп қалады. Жақсы. Демек, сендер жақсылықпен, ізгілікпен ұстап қалыңдар дейді. Бұл жерде болса да қайтаруға рұқсат болған бірінші, екінші босатуды Алла Тағала айтып отыр. Енді ғұламалар осы
қалай болады деген сұраққа жауап береді осы аятқа қатысты. Яғни біреу әйелін босатты, ал енді оны 3 ай мерзім өтпей жатып қайтарғысы келді, болды, ойланды, толғанды, қадірін білді, сағынды, сөйтті де болды, шешім қабылдады, балалардың болашағын ойлады, сонымен қайтару керек болды. Қалай қайтарады? Имам Шафиғи рахматулла алейхидің мазхабы бойынша қайтару ол тек қана сөзбен болады. Мен сені қайтардым, қайтадан өзімнің жауапкершілігіме, некеме деген секілді сөзбен болады. Сөзбен болмаса ол ешқандай қайтару болып саналмайды дейді. Кәдімгі ашық сөзбен қайтару керек. Бұл Шафиғи мазхабы бойынша. Ханафи мазхабында олай емес. Ханафи мазхабында егер де ол ешқандай ешнәрсе сөз айтқан жоқ, просто барды да әйелін жаңағы еркелетіп, ер мен әйел секілді қайтадан мысал үшін екеуі бір-біріне әрекеттерді жасады, яғни қосылды, болды дейді. Ол сонымен қайтару болып есептеледі дейді. Неге? Себебі дейді имам Абу Ханифа рахматулла алейхидің мазхабы бойынша айтады, бұл жерде сөзбен айту ғана шарт емес, сөзбен айту міндетті емес дейді. Сөзбен айтқан жақсы, онымен қайтады, оған ешқандай дау жоқ дейді. Себебі босату да сөзбен болады, некелесу де тапсырдым, қабыл еттім деген сөзбен болады. Бізде сөз ол кәдімгідей көп келісімдердің байламы болып есептеледі. Көп келісімдердің саудада болсын, немесе мысал үшін басқа келісімдерде үйлену, ажырасу барлығында сөз ол келісімдердің байламы. Бірақ бұл мәселеде ол шарт емес дейді. Неге? Себебі ол жаңағыдай әйеліне солай жақындау арқылы ол анық білдіріп тұр, болды мен ұстаймын деп тұр дейді. Себебі неге? Себебі некенің түпкі апаратын нәтижесі сол дейді. Неке не үшін қиылады дейді. Сол нәрсе адал болу үшін, сол екеуінің бір-біріне жақындауы, бір-бірімен ер әйел болып өмір сүруі адал болу үшін неке қиылады дейді. Негізгі. Ал ол сөзді айтпай-ақ екеуінің арасында неке толық бұзылмаған әлі. Ол өзінің әлі мерзімін күтіп отырған әйелі болып есептеледі бірінші, екінші босатудан кейін. Сондықтан жай ғана мысал үшінге әрекетін жасайтын болса, сол некенің түпкі нәтижесіне сол қадамға баратын болса, ол болды дейді. Түсінікті мәселе, демек ұстаңдар, ұстап қалыңдар жақсылықпен дегенді білдіреді. Сөз болу бұл жерде ешқандай шарт емес деп біздің Ханафи мазхабының ғұламалары айтады. Енді бір оқиғаны келтіреді. Ибн Умар радиаллаху анху өзінің әйелін босатады бір күні. Ибн Умар радиаллаху анхума пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабасының баласы, ол да сахаба. Сонымен Хазірет Омардың баласы ғой енді. Хазірет Омар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келеді де жағдайды мойындайды. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мурху фәлюражи'ха thumma люмсикха хатта татхур. Яғни оған айтып бар дейді. Мені осылай әмір етіп жатыр деп айт, қайтарсын, ұстасын, ол тазарғанша дейді әйелі. Демек, әйелі бұл жерде Ибн Умардың жаңағы айдағы ерекше күндерінде болған. Ал ол айдағы ерекше күндерінде босада ешқандай жақындауға болмайды. Ол күндерде босада тыйым салынған. Яғни бұл жерде бұл оқиғаны екі мазхабта келтіреді. Бұл сөзбен қайтару керек дейтін мазхаб айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған қайтар деп, сөзбен қайтарсын деген әмірді айтып отыр дейді. Себебі ол ерекше күндерінде әрине қосылуға болмайды дейді. Ал Ханафи мазхабы айтады, бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сондай ерекше күндері болғаннан кейін сөзбен қайтар деп айтып тұр дейді. А болмаса мысал үшінге бірден лиумсикха, яғни ұстап қалсын деп айтатын еді дейді. Сондықтан осы оқиғаны екі мазхабта өз жақтарынан неғылады түсіндіреді. Демек Ханафи мазхабы айтады,
сөз болуы шарт емес. Шын мәнінде егер сөз айтпай-ақ іске баратын болса, ол енді іс некенің ең негізгі мақсаты да, нәтижесі де сол. Ол іс орындалып тұратын болса, сөздің бұл жерде ешқандай қатты бір қажеті жоқ екені белгілі. Ол сол іспен қайтарғысы келгеннің, некесін сақтап қалғысы келгенін әрине анық білдіреді. Енді осы жерде тағы бір мәселе бар. Куәлік мәселесі. Кейбір мазхабтар айтады, оның қайтарғанына үшінші тарап куәгер болу керек дейді. Неге? Себебі маруф деген ол белгілі деген нәрсе. Яғни оны басқаларға білдіріп ұстап қалу керек дейді. Әйел. Ол жерде мысал үшінге жаңағы туыстары бола ма, жақындары бола ма, болмаса мысал үшінге тағы басқа біреулер бола ма, солардың көзінше кәдімгі оларға әйелін қайтарғанын көрсетіп, білдіріп барып қайтару керек дейді. Неге? Себебі Алла Тағала маруф деп тұр дейді. Маруф деген белгілі деген сөз. Яғни ол білдіру керек, белгілі ету керек дейді. Ол қайтарғанын немесе ол әйелді ұстап қалғанын дейді. Енді біздің мазхабтың ғұламалар айтады, ол шарт емес дейді. Ол шарт емес, ол екеуінің арасында неке толығымен бұзылмаған, ол мерзімін күтіп отырған әйел. Бұл жердегі маруф деген ол белгілі деген, барлығына білдіру керек, біреулерге білдіріп куә ету керек дегенді білдірмейді. Яғни жақсылықпен, яғни игілікпен, ізгілікпен оған, ол әйелге жақсылықты жасай отырып деген мағынадағы маруф дейді. Ол жаңағы міндетті түрде белгілі болу керек, білдіру керек деген мағынадағы маруф емес дейді. Сосын осы жерде тағы бір мәселе бар. Қашан олар, Алла Тағала айтып жатыр, қашан олар өздерінің мерзімдеріне жетсе, мерзімдерін толтырса деп отыр дейді. Бұны қалай түсінеміз дейді. Яғни мерзім деген сөз айда. Әйел кісі күтетін алдыңғы аяттарда біз түсіндірген. 3 жаңағы хайыз болады, немесе 3 таза уақыт болады. Әркімнің мерзімдері әртүрлі, оны өткенде айтып өткенбіз. Яғни әртүрлі әйелдердің. Жүкті әйелдер болса, баласын босанғанға дейін болады. Енді бұл сол мерзімінің барлығын толтырған болса, мерзіміне жеткен болса деген мағынада Алла Тағала айтып тұр. Бұл қалай түсінеміз дегенде ғұламалар айтады, жоқ дейді. Егер сол мерзім аяғына жетуге жақындаған болса, шешім қабылдау керек ер азамат дейді. Болды, ол мерзіміне жеткізбей, мерзімінен арғарата асырып жібермей, айдадан шешім қабылдау керек, қайтару немесе босату дейді. Егер қайтаратын болса, мерзімге жеткізбей, сол мерзім бітуге жақындаған уақытта, мысалы 3 айдың шеңбері ғой жобамен, сол уақытта ол шешім қабылдап қайтару керек. Арғарата ол егер шығып кететін болса, жаңа неке керек болады, жаңадан мәһір тағайындау керек болады, оның арғарата әлегі көбейеді. Сондықтан ол отбасын сақтап қаламын, болды, мен некемді сақтап қаламын деген ниеті болатын болса, сол мерзім аяғына жетпей шешім қабылдап қайтаруға ол міндетті дейді. Соны Алла Тағала айтып отыр. Бұл жерде ол мерзім бітсе деген мағынада емес дейді. Одан кейін وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. Дирар деген не? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ла дарара ва ла дирар дейді. Ла дарара ва ла дирар. Яғни зиян тигізуге де болмайды момын мұсылман ешкімге, және зиян біреу жасаса, соның зиянына зиян қайтаруға да болмайды. Дирар. Яғни біреуге зиян тигізу түсінікті. Ал енді зиянға зиян қайтару деген не ол? Мысалы біреу келді сіздің, жоқ, олай емес. Біреу келді мәшинеңізді соғып кетті. Немесе мәшинеңіздің келді терезесін сындырып кетті. Сіз барып оның көлігінің терезесін сындыруыңызға болмайды.
Осы зиянға зиян қайтару деген. Бұны момын мұсылман жасамайды. Ол көлігіңіздің терезесін сындырып кеткен адамды жазалаудың немесе ол зиянды орнына қойдырудың шариғатта шарттары бар. Сонымен сіз ақыңызды қайтарасыз. Яғни ол егерде мысалы тек қана қази шешеді, сот шешеді, тек қана сол терезеңізді төлеп қана құтылатын болса, әсіресе байқамай сындырып қойған адам болса, терезеңіз төлеп, бүтіндеп, солай сіз өзіңіздің ущербіңізді қайтарасыз. Солай орын толтырасыз. Дүниеге қатысты. Ұруға да қатысты солай. Біреу келіп сізді ұрып кетсе, соған ұрып қайтаруыңызға болмайды, оны заңмен жазалауыңыз керек. Неге? Себебі біреу келді де, мысалы үшінге, сіздің бауырыңызды ұрып кетті. Сіз не істейсіз? Оны бараста ұрасыз, сосын оның ағалары шығады. Оның туыстары шығады. Мына жақтан сіз талпа болып барасыз. Ол талпаға талпа тағы қосылады. Сонымен не болады? Екі ауыл немесе екі әулет бір-бірімен қырылысады. Олай болмайды. Ол біздің шариғатымызда тыйым салынған. Біреу нақақтан біреуді ұрды ма? Өзін сақтау үшін ол барынша қайтаруға болады әрине. Өзін самооборона деген мысалы. Ал бірақ екінші басқа оның туыстары келіп, ананы мысалы ұрып соғып кету, немесе өлтіріп кету, ол харам, тыйым салынған. Не істеу керек? Бұл жерде кәдімгі шариғаттың шартымен, заңның талабымен жаңағы адамнан ақысын алады, ущерб төлетеді, немесе мысалы үшінге оны жазалайды, оны мысалы жаңағыдай соттатуы мүмкін, басқа қылуы мүмкін, оның барлығын ары қарата шариғат айтады, заң шешеді, оны сот шешеді. Немесе олай жасамайтын болса, әркім өзі барып ақысын ала беретін болса, онда қоғамда тәртіп болмайды. Қоғамда хаос болады ол кезде. Барлығы бір-бірін, ол самасуд ешкім рұқсат берген емес самасудқа. Бұл самасуд. Самасудқа біздің шариғатымызда да болса да, заңда да ешқандай рұқсат жол жоқ. Яғни дырар деген сол. Жалпы мынандай мәселе. Бұл жерде неге дырар? Алла Тағала Құранда «Валлазина аттахазу масджидан дыраран» деп Алла Тағала Құранда айтады. Яғни ол мұнафиқтар, олар солай жасады, мешітті зиян тигізу үшін мешітті соқты олар дейді. Дырар деген тарихта мешіт болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бұзып тастады. Ол момын мұсылмандардың арасына іріткі салу үшін арнайы сондай мақсатта соғылған мешіт. Соны дырар деп Алла Тағала Құранда атайды. Неге? Себебі олар белгілі бір деңгейде өздерінің түсінігі бойынша момын мұсылмандардың Мединаға келуімен мұнафиқтар біз зардап шектік деді. Енді сол зардабымызды осылай қайтарамыз деп ойлады. Олардың арасына іріткі салу, бүлік салу арқылы. Бұл жерде де тура солай. Кейде ер азамат ойлауы мүмкін, мен бұл әйелден зардап шектім деп. Осы әйел бәле болды басыма. Не мысал үшінге маған дұрыс қызмет жасамайды, не бала шағамды дұрыстап қарамайды, тәрбиелемейді, не менің туыстарымды дұрыстап құрметтемейді деген секілді әртүрлі. Ол бостан босқа адам баласы әйелімен ажырасуға бармайды. Белгілі бір себептер болады. Зардап шектім, зиян шектім деген секілді ой болады. Бұл әйел негізі маған лайықты емес. Сосын амал жоқ, сондай босату амалына барады. Бірақ біраз уақыттан кейін ойланады, толғанады, бала бар, басқа бар. Сонымен қайтадан некесін сақтап қалуға шешімге баруы мүмкін. Қойшы деп. Кемшіліксіз кім бар? Барлық адамда кемшілік бар деп. Ертең мен баламыз бар, арамызда қаншама мысал үшінге мүлік бар. Әсіресе мысалы қымбат мүліктер болатын болса, оның барлығы бөліну керек болады. Миллиардтаған жаңағыдай активтері болатын болса, оның барлығы кетіп қалады. Сонымен қой құрсын дейді де, амал жоқ, шыдауға не істейді, барады. Енді шыдайын деп, солай сақтап қалайын деп қадамға барды, бірақ ар жағында сол маған тигізген зиянды мен соны қайтарамын деген ниет болуы мүмкін де кейбіреулерде. Сондай
ниет болуы мүмкін кейбіреулерде. Ұстап қалам, бірақ ары қарата қайтарам. Қалай? Енді әркім әртүрлі. Мысалы, жахилият дәуірінде мынандай тәсілі болған. Әйелін босатады, сөйтеді де, өткенде де біз оны айттық, 3 ай өтпей жатып қайттан қайтарып алады. Сосын біраздан кейін тағы босатады, 3 ай өтпей жатып қайттан қайтарып алады, босатады, 3 ай өтпей жатып қайтарып алады. Міне осылай зиян тигізетін болған. Не өзінің әйел етпейді, немесе ол әйелді жібермейді, басқаға тұрмысқа шығып, өз бақытын табуға мүмкіндік бермейді. Осылай жасайтын болған. Бұл жахилият дәуіріндегі зиян тигізудің бір жолы, яғни дырар жасаудың. Ал енді жахилият дәуірінде болған нәрсенің бәрін біздің шариғатымыз келді де тоқтатып тастады. Болды. Екеуі саған мүмкіндік, үшіншіден кейін ары қарата мүмкіндік жоқ қайтарудың деп. Оның шарттары бөлек, алдыңғы аятта айтылды деп. Енді бұл жерде ол қандай зиян тигізуі мүмкін қайтарып алғаннан кейін? Дұрыс қарым-қатынас жасамай. Бұл, яғни дырардың мағынасы кең. Дұрыс қарым-қатынас жасамайды, не дұрыс сөйлеспейді, не мысал үшінге жаңағы дұрыс мәміле жасамайды. Әйтеуір әртүрлі мысалы оның әйелдің нервісіне тиетін, мазасын алатын, немесе оны ашуландыратын әртүрлі қадамға бара береді. Мүмкін мысал үшінге айлап кеме қояды үйге, мысалы басқа жерлерде қонып жүре береді деген секілді. Көп енді оның жолдары мысалы. Ал енді кейде мысалы оны нәпақадан қысуы мүмкін. Бұл да зиян тигізудің бір жолы. Ақысын бермейді. Нәпақасын, мысалы оны керекті киімін алып бермейді. Немесе дұрыс оған қажетті тамағын алып бермейді. Тамақтан қысады. Немесе тағы басқа мысалы баратта өзінің тұрып атқан үйіне емес, барып бір кепетамға қораға апарып қамап қоюы мүмкін мысалы. Өзі аппақ төсекте жатыр, оны апаратта қорадағы жаңағы қатты кроватқа жатқызып қоя салады деген секілді. Істеуі мүмкін. Небір залым ер азаматтар бар мысалы. Алла тағала айтып жатыр, олай жасамаңдар деп жатыр. Тыйым салып жатыр, харам дейді. Дұрыс емес ол. Ондай мақсатта сендер оларды қайтармаңдар. Яғни ол маған зиян тигізді, сол үшін енді бұны қайтарып аламын да, өзімнің некемде ұстаймын, бірақ оны қорғылам деген секілді, ондай жасамаңдар дейді. Неге? Лита'таду. Бірінші, лита'таду, бұл шектен шығу үшін деген тікелей мағынада солай. Енді ғұламалар айтады, олай жасасаңдар, сендер шектен шығып кетесіңдер, деді. وَمَا يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Кім Алла тағаланың сызып қойған шеңберінен шығып кететін болса, яғни шектен шығатын болса, олар залымдар деп Алла тағала алдыңғы аятта айтты. Шектен шықпаңдар деп. Алла тағала сызған шеңберден, шариғаттың талаптарынан аттамаңдар деп Алла тағала алдыңғы аятта айтқан. Міне осыны айтылды. Сендер не істейсіңдер? Шектен шығасыңдар ол кезде. Зұлымдық жасаған болып есептелесіңдер. Неге? Алла тағала Құранда فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا дейді. Муса алейхиссаламға қатысты айтып жатыр. Перғауынның отбасы, әулеті оны тауып алды дейді. Не үшін? Ол түбінде олардың дұшпанына, олардың кәдімгідей уайым қайғысына айналды сосын дейді. Кім? Муса алейхиссалам. Перғауынның әулетінің, Перғауынның өзінің басына мысал үшін кәдімгі үлкен проблема болды. Бірақ өзінің сарайында өсті сол Муса алейхиссалам. Бұл жерде, яғни осы нені айтып жатыр? Яғни ол сендер осылайша кәдімгідей шектен шыққан, оларға дұшпандық жасаған боласыңдар дейді. Кімге? Әйелдеріңе. Егерде сендер оларға зиян тигізу мақсатында қайтаратын болсаңдар дейді.
Сосын екінші мағынада бұл жерде сендер оларға зиян тигізу мақсатында, оларға дұшпандық жасау мақсатында қайтармаңдар. Ондай мақсатта сендер некелеріңді сақтамаңдар деп Алла тағала тыйым салып отыр дейді. Яғни сен қайтардың ба, болды, жақсы ниетпен онымен ер әйел болып өмір сүремін, оның құқықтарының барлығын мен беремін, мойнымдағы міндеттерімді орындаймын деген жақсы ниетпен ғана қайтар. Ал егер басқа ниетің болатын болса, онда ол харам деп Алла тағала бұл жерде тыйым салып отыр дейді. Ал енді ары қарата кімде-кім солай жасайтын болса дейді, кімде-кім солай жасайтын болса, Алла тағала айтып жатыр, ол өзіне зұлымдық жасаған болады дейді. Яғни өзіне қалай зұлымдық жасайды? Өзіне өзі адам баласы. Ең бірінші кезекте кімде-кім әйелдеріне зұлымдық, қорлық көрсету мақсатында оны қайтарып, некесін сақтап қалатын болса, онда ол ертең Алла тағаланың азабына душар болады. Солай өзіне зұлымдық жасайды. Әйелге зұлымдық жасау, оған қорлық көрсету, ол біздің дінімізде тыйым салынған харам. Әйел ол адам баласының, ер азаматтың мойнындағы аманаты. Егер әйелмен бірге өмір сүру мүлде мүмкін болмаса, сіз зұлымдық жасауға, қорлық көрсетуге ешқандай құқыңыз жоқ. Ондай құзырет берілмеген. Сізге берілген құзырет, оны босатасыз, болды, халіне жібересіз. Солай құтыласыз. Ол халал. Егер мүлдем бірге өмір сүру мүмкін емес, мен талаптарыма, шариғи талаптарыма көнетін әйел емес мүлдем, онда жіберіңіз, болды. Ешқандай оны ұрып соғу, немесе жаңағыдай тамағын бермей қою, аш қалдыру, жалаңаш қалдыру, апарып кепетамға қамап қою қораға, ондайға ешқандай біздің шариғатымыз, дәстүрімізде қажет болатын болса, жол бермеген, оған рұқсат бермеген. Рұқсат бергені, яғни сен мүлдем бірге өмір сүре алмайсың ба, босат, болды. Ары қарата, егер де ол өзіне ұнайтын, оған риза болатын, онымен тіл табысып өмір сүретін біреу тауып алса, бақытты болсын. Ал егер таба алмаса, ер азаматынан, өзінің жаңағы отағасынан, қамқоршысынан айырылып жататын болса, өзінің солай мойынсұнбағанның кесірінен, онда өз обалы өзіне босат жібер, болды. Ары қарата ер азаматсыз, жалғыз болып өмірін сүріп, өзінен көрсін. Ешқандай оны қорлауға, оған зұлымдық жасауға барма деп тұр Алла тағала. Жол жоқ оған деп. Яғни бұдан 14 ғасыр бұрын Алла тағала осылай қазіргі салтанат заңы деп, осы 21 ғасырда әйелдердің құқығы, ойбай, әйелдерге ешқандай қол көтеруге болмайды, анау мынау деген әңгімені қазір көтеріп жатырмыз ғой біз. Алла тағала 14 ғасыр бұрын айтып қойғанда, болмайды деп, ешқандай рұқсат жоқ. Қарым-қатынас тек қана әдемі, жағымды, сен шариғаттың шеңберіндегі қарым-қатынаста өмір сүр, болмаса босат, болды, все. Ел екі жақ өмір сүре алмай ма бірге, оның шығар жолы, соңғы шығар жолы, яғни ол екі жаққа кету. Болмаса сен онда өзіңе өзің зұлымдық жасайсың. Ертең Алла тағала сен ол әйелді аманатқа қиянат жасап, қорлағаның, зұлымдық жасағаның үшін сені тозақта азаптайды деп тұр. Осылай өзіңе зұлымдық жасайсың. Ал енді тағы бір зұлымдық несі, сен егер де бұл дүниенің жақсылықтарынан махрум болып өзіңе зұлымдық жасайсың. Және ақыреттің жақсылығынан, діннің жақсылығынан да өзіңді махрум етіп зұлымдық жасайсың өзіңе. Қалай? Мысалы, әйелмен дұрыс өмір сүре алмайтын, әйелді құрметтей алмайтын, оны асырай алмайтын, онымен дұрыс мәміле жасай алмайтын еркектің аты шығатын болса, ол тарайды ғой енді. Ой, бейшара, жап-жақсы келіншекті қорғып жіберді деп мысалы бәрі айтады. Ертең оған мынадан ажырасып жататын болса, оған ешкім қызын бермейді, сосын құрсын деп.
Кім мысалы үшін қызын ертең қор қылатын бір тиранға бергісі келеді? Ешкім бергісі келмейді. Сондықтан бұл өмірде ол не істейді? Тағы да мысалы отбасын құра алмай, жалғыз болып, ол қор болып өтуі мүмкін. Бұл өмірдің ол әйел заты Алла тағалаға Алла тағала адам баласына, ер азаматқа берген бұл дүниенің жақсылығы, егер ол ізгі салихалы әйел болатын болса. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана деген аят бар. Раббым, бұл өмірде жақсылық бер, ақиретте жақсылық бер деген. Ол аятты біз өттік, тәпсірін айтып кеттік. Бұл өмірдегі жақсылықты кейбір ғұламалар айтады, ол ізгі әйел дейді. Бұл өмірде жақсылық бер, ақиретте жақсылық бер деп біз дұға етеміз ғой. Бәріміз жаттап алған дұғамыз. Бұл өмірдегі жақсылығы Алла тағаланың біз сұрауымыз керек Алладан, ол ізгі әйел дейді. Сондықтан ол әйелдің, әсіресе ізгі әйелдің маңыздылығын, оның қажет екендігін біз ешқашан жоққа шығармауымыз керек. Қазір енді просто жаңағы әйелдер ер азаматтардан көбейіп кеткеннен кейін ер азаматтар кішкене құтырып жүрген шығар. Шын мәнінде мысалы үшінге ол кейде әйел заты үшін біз ана жануарлар әлемінен көреміз ғой. Мысалы кәдімгі әйел үшін айғыр мен айғыр бір-бірімен быт-шыт болып соғысады, төбелеседі деген секілді мысалы да. Сондықтан ол әйел затының ер азаматтың өміріндегі маңызын, мәнін біз ешқашан жоққа шығара алмаймыз. Сондықтан кім осылай әйел кісіні қор қылады, оған зұлымдық жасайды деген атпен танылып кететін болса, онда ол бұл өмірдегі үлкен жақсылықтан құр қалады. Оған ешкім ертең қызын бермейді. Ал діни оның жақсылығы болса да, егер адам баласы бір әйел кісіні өзінің жауапкершілігіне алып, онымен жақсылықпен өмір сүріп, ары қарай үлкен оған бүкіл жақсылықтарын жасап, дұрыс мәміле жасап, одан кейін үлкен әулетке айналып, бір әйел кісіні, бір қыз баланы бақытты қылатын болса, ол біздің дінімізде үлкен сауап. Шын мәнінде үлкен сауап. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады ғой, қажет болса сенің әйеліңнің аузыңа бір ауыз, бір жұтым тағам салуыңның өзі садақа дейді. Ойлап қараңыздаршы. Әйеліңе бір жұтым тамақты әшейін аузына салуыңның өзі. Біз бір жұтым тамақ емес, бұл өмірде әйелімізге көп жақсылық жасаймыз ғой. Оған керемет киімдерін алып береміз. Қазір астына көліктерін алып береді жігіттер мысалы. Оны мысалы қыдыртасыз, басқа қыласыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір жұтым тамақты айтып жатыр. Соның өзі үлкен садақа деді. Сондықтан әйеліне жасайтын ер азаматтың әрбір жақсылығы ол біздің дінімізде сауап. Ол ертең Алланың құзырында, оның Алланың рахымына, разылығына жетуге себепші болуы әбден мүмкін. Сондықтан ол осылайша өзіне зұлымдық жасайды. Егерде әйел кісіге сондай зұлымдық жасау мақсатында некелесетін болса, немесе солай некесін сақтап қалатын болса. Алла тағала одан кейін айтып отыр, сендер Алла тағаланың аяттарын келеке етпеңдер, оны мазақ етпеңдер деп Алла тағала тыйым салып жатыр. Яғни бұл жерде біздің ғұламаларымыз айтады, Алла тағала алдыңғы аяттарда айда мәселесін, одан кейін қайтару мәселесін, хулу мәселесін, бұның барлығын түсіндірді дейді. Бұның барлығын Алла тағала бізге баяндады дейді. Кім осының барлығын біліп тұрып амал етпейтін болса, ол Алла тағаланың аяттарын келеке еткендей болады дейді. Алла тағала осыдан қайтарып жатыр дейді. Яғни Алла тағаланың бұл баптағы бізге түсіндірген шариғаттың шеңберінен шығу, Алла тағаланың осы аяттарда баяндаған үкімдеріне амал етпеу, ол Алла тағаланың аяттарын менсінбегендей, оған немқұрайлы қараған болады. Алла тағала міне осыдан тыйып жатыр дейді. Осыдан тыйып жатыр. Сонымен қатар бір мәселе бар. Абу Дарда айтады. Жахилият дәуірінде Абу Дарда радиаллаху анху
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабасы. Жахилиет дәуірінде біреу айтатын дейді, мен әйелімді босаттым, мен әзілдеп жатырмын деп. Біреу құлым босаттым, әзілдеймін, некелестім, бірақ әзілдеп жатырмын деп солай айтатын дейді. Алла тағала бұл жерде мені осыдан қайтарып жатыр дейді. Сендер, яғни бұл мәселеде әзілдеспеңдер. Бұл мәселеде ешқандай келекеге, мазақтауға бармаңдар деп. Себебі неге? Біз өткенде айтқанбыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде айтады: "Ман таллақа ау харрара ау накаха фазаама аннаху лаиб фахуа жид." Яғни кім босататын болса әйел, немесе құлын азат ететін болса, болмаса некелесетін болса, одан кейін барып мен әзілдедім деп айтатын болса, ол әзіл болып есептелмейді. Ол шын мәнінде шешім болып есептеледі. Егер ол азат етсе құлын, болды.